Сәлем достар, бүгін сіздермен ең дәмді сүтті қыз тортын дайындаймыз. Өте дәмді әрі нәзік болып шығады. Осы торттың барлық жасалу жолын көрсететін боламын. Сол себепті видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен сгущенканы осылай өлшеп ыдысқа құямыз. Үстіне 3 жұмыртқаны жарып, миксермен жақсылап араластырамыз. Енді сары май құямыз. Осылай алдын ала ерітіп алуға болады, немесе бөлме температурасында тұрған сары майды салуға болады. Араластырып аламыз. Одан кейін алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды аздап қосып отырамыз. Үстіне қопсқыш саламыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Дәл осындай консистенция шығуы қажет. Пергамент қағазын аламыз және үстіне қамырымызды жұқап жаямыз. Осылай форманы қойып жайса, тегіс болып шығады. Енді дайын қамырымызды духовкаға жібереміз. Осылайша барлық корждарымызды пісіріп аламыз. Әрқайсысын 5 минуттай духовкада пісіреміз. Келесі кезекте кремін дайындаймыз. Таза ыдысқа кілегейді құямыз. Кілегейдің қоюлығы міндетті түрде 33-тен жоғары пайызды болуы қажет. Енді шамамен 5 минуттай миксерлейміз жақсылап. Үстіне қант ұнтағын қосып, жақсылап араластырамыз. Біздің креміміз дайын болды. Енді тортымызды құрастырамыз. Әр коржға 1,5-2 қасықтан жағып отырамыз. Тортымыз тегіс шығу үшін осылай форманы қойып қоямыз. Осылайша барлық корждарға кремді жағып шығамыз. Тортымызды холодильникке 1 сағатқа жібереміз. Холодильниктен кейін формасын ұстап қатып тұрады. Енді мен форманы шешіп, артық кремдерін қырып алып тастаймын. Үстіне декор кремін жағамыз. Бұл бізде декор кремі. Декор креміне аздап пищевой краситель қостым. Осылайша тортымыздың үстіне және жандарына жағып шығамыз толықтай. Шпательмен немесе қарапайым пышақтың көмегімен торты тегістейміз. Енді өз қалауымыз бойынша тортты безендіреміз. Мен осындай гүлдерді қоямын. Және астына осылай өз қалауымыз бойынша сөздерді жазып қоюымызға болады. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі рецепттерді өткізіп алмау үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ас болсын!